Так, саламатсыздар ма? Ары қарай жалғастырайық. Ядролық физика. Соңғы рет біз активтілік деген нәрседен тоқтадық. Яғни радиоактивті ыдырау заңында бізде активтілік деген нәрсе бар. Ол дегеніміз атомдар саны 1 секундта қалай ыдырайтындығын көрсететін шама, иә. Алдында формуласын көрсетіп кеттім. Беккерельмен өлшенеді. Яғни А дегеніміз ол бізде лямбда көбейтілген n. Лямбда дегеніміз ол бізде ыдырау тұрақтысы, n деген ядро бар. Атомдар саны немесе алдындағы формула сияқты А тең dn бөлінген dt деп айттық. Так, енді бүгінгісі бұл кәдімгі сол радиоактивті ыдырау заңын есептен шығарамыз. Радиоактивті ыдырау заңының формулалары көп емес. Білеміз, иә, бірінші формуласы n тең n0, 2-нің минус t бөлінген t дәрежесі. Немесе m тең m0, 2-нің минус уақыт бөлінген жартылай ыдырау периоды, иә. Т дегеніміз уақыт кішкентай, үлкен т дегеніміз жартылай ыдырау периоды. Енді көп оқушылардың қателесетін жеріне керейік. Ол не нәрсе бізде көп қателеседі дегеніміз. N0 дегеніміз не ол? Ол бастапқы атомдар саны. N дегеніміз не? Сол N дегеніміз осыдан көбісі қателеседі. N дегеніміз ол бізде ыдырамай қалған атомдар саны. Осыны жаттау керек. Ыдырамай қалған. Түсінікті ғой, иә? Ыдырамай қалған атомдар саны. Так, бірінші 85-ші есеп. Бастапқы радиоактивті ядролардың 4-3 үлесі 80 секунд ішінде ыдыраған дейді, иә? Демек 80 секунд дегеніміз кәдімгі уақыт бізде 80 секундтың ішінде 4-3 бөлігі ыдырап кеткен. Иә? 4-3 бөлігі ыдырап кеткен. Ал ыдырамай қалғаны ше деген сұрақ туындайды осында бізде. Түсінікті ме? Ыдырамай қалған қанша деген сияқты, иә? Демек оның 4-3 бөлігі ыдырап кететін болса, демек ыдырамай қалғандар саны бізде 4-1 болады. Түсінікті ме? Бізге табу керек нені? Т-ны, иә? Форма бізде n тең n0 көбейтілген 2-нің минус t бөлінген t дәрежесі. Мынау дегеніміз 4-1, мынау дегеніміз n0 дегеніміз ол басында қанша болды? Бізде біреу болды ғой, бүтін біреу болды да, немесе оны біз қайтып жасақ болады? 4-4 деп жасақ болады, иә? 4-4 немесе біреу болды. Сондықтан біреу болғандықтан біз оны жазбай қойсақ та болады. Просто 2 минус t-ның орнында 80, мына жақта t болады, иә? Ескеміз енді. 4-1 деген қайтып жасақ болады? Ол дегеніміз 2-нің минус 2 дәрежесі ма? Ал мынау бізде 2-нің минус 80 бөлінген t дәрежесі. Енді математикалық амал негіздері бірдей болатын болса, мына екеуіне есе саламыз, біріне теңестіре саламыз, иә? Бөлінген t деп қоямыз да, t мына жаққа өтеді, мынау мына жаққа өтеді, сонда жауап бізде минус пен минус қысқарады деп ғой. Плюс болып кетеді, 82-ке бөлетін болса 40 шығады ғой, короче, 40 секунд жауап бізде А нұсқасы болады екен. Дәл осылай шығара саламыз, ешқандай проблема жоқ. Так, түсінікті деп ойлаймын. Осы есепке қарап, астындағы 86-шы есепті өздеріңіз шығарып, комментарийға міндетті түрде жаңағыдай жауабын жазып қойыңыздар, иә? Қанша шықты? Түсінікті ғой, да? Міндетті түрде жазыңыздар, каналға жазылыңыздар, бірінші тіркеліңіздер, потом комментарийға осы есептің нұсқасын жазып жіберсеңіздер. Мысалы 86 Е деген сияқты. Кеттік. Мына есептер енді кішкене қиын, күрделі есептер. Неге? Мынау енді ядролық физикадағы радиоактивті ыдырау заңындағы патолог есептер деп айтсақ болады. Қатты қиын емес, дегенмен кішкене қиындық тудыруы мүмкін. Енді радиоактивті вольфрамның дейді жартылай ыдырау периоды 24 сағат дейді. Жартылай ыдырау период деген ол бізде кәдімгі үлкен Т. Сол бізде 24 сағат екен. Массасы 1 грамм, яғни 10-ның минус 3 дәрежесі. Радиоактивті вольфрамның 12 сағат ішінде ыдыраған атом санын табуымыз керек екен. Ыдыраған атом саны. Біз жаңа айттық, n дегеніміз ол бізде ыдырамай қалған атом саны. Ал ыдыраған атом саны дегеніміз бізде n' деп қойық. Түсінікті деп ойлаймын. Енді. Радиоактивті вольфрамның 24 сағат ішінде массасы 1 грамм радиоактивті вольфрам 12 сағат ішінде ыдырамай қалған атомдар саны. Жақсы. Енді ең бірінші бізге m керек. M. Енді m дегеніміз не бізде? M деген ол m0 көбейтілген 2-нің минус t бөлінген t дәрежесі.
Түсінікті ғой, енді бастапқы кезде ол бізде 1 грамм болды, соның қаншасы ыдырамай қалды, соны табайық. И потом ыдырамай қалған, ал ыдыраған бізге массасын табу керек. N штрих керек болу үшін бізге M штрих керек қой, сол екеуін табамыз сонда. Енді қалай табамыз? M0 дегеніміз ол бізде 1 грамм, оның минус 3 дәрежесі, мынау 2, мына жақта қанша? 12 бөлінген 24 па? Дұрыс қой, да? Так, қысқарады. Сонда бұл 10-ның минус 3 дәрежесін көбейтеміз қаншаға? 2-ның минус 1-ден 2 дәрежесі болып тұр ғой. Бұл деген сөз, яғни 10-ның минус 3 дәрежесін бөлу керек. Түбір асты 2 деген сөз. Осында кішкене бір түрлі жағы шығып тұр екен. Так, ешеміз енді. 1-ді бөлеміз 1,41-ге ма? 0,71 шығып тұр ғой менде. Примерно, приблизительно жоқтап 0,71 шығып тұр. Грамм. Бұл бізде ыдырамай қалған массасы. Ал мына жақта бізде сұрап тұр, ыдыраған дейді. Демек, ыдырағанымыз M' ол бізде M0 минус M, яғни 1 минус 0,71 бізде шығады қанша? 0,29 грамм ба? Міне. Енді осы ыдыраған бөлігінің N табу үшін істейміз. N дегеніміз не ол бізде? N' дегеніміз ол N бөлінген N Авогадро, ол тең M', M A ма? Так, M A деппін ғой. M. Енді осы жерде не істейміз біз? N' шығарамыз. N' дегеніміз не ол бізде? Ол дегеніміз так, M' көйтілген N Авогадро бөлінген M. Сонда 0,29, 10-ның минус 3 дәрежесі, 6,02, 10-ның 23 дәрежесін біз бөлеміз қаншаға? Так, 187, 10-ның минус 3 дәрежесіне. Минус 3 дәрежесі, минус 3 дәрежесі. Сразу қысқарады. Так, есептеп тастайық сразу есепті. 6,02 көбейтілген 0,29. Так, бөлінген 187. Так, сонда так, 6,02 көбейтілген. Так, қанша көбейтеміз? 0,70-ден азайтпасақ бағанағыдан. Дұрыс. 6,02 көбейтеміз. Бөлеміз 187-ге. Сонда примерно бізде 9,6 шығып тұр. 9,6-ға жақын. Жауапты нұсқасы болады. Енді қай кезде бізде 9,6-ға жақын шығады? Мен яқта енді жуықтадым ғой 0,71 деп. Ол жақта 0,71 шықпайды. 0,7, 0,9 тағы бір сандар бар. Тура сол жуықтамай алатын болсақ, мына жақта тағы бір оның бір жанында қастарында сандар болады. Солармен бірге шығарған кезде мына жақта 9,6 жуықтап шығады. Түсінікті ғой, міне. Жауап бізде нұсқасы болады. Енді дәл осы 99 есепке қарап сіздер 100 есеп шығара аласыздар. Бұл жақта міне. Жартылай ыдырау периоды бар, 8, массасы бар, 80 тәуліктен соң ядро саны дейді. Бұл жақта міне. 80 тәуліктен соң қалған ядро саны. Ыдыраған емес, қалған. Демек, бұл есеп кішкене оңайлау, массасын тауып аламыз бірінші. Просто M-ді и потом N-ді таба саламыз. Бұл жақта бағанада M', N' табу керек емес 100-ші есепте де. Неге? Өйткені разницасы в чем? Разница в этом, да? Қандай разница бар бұл жерде? Қараңыздар, мына жақта қалған ядро бар саны да, ал мына жақта ыдыраған атом саны. Разницасы осы ыдыраған атом саны N', қалған атом саны ол бізде просто N болады екен. Осы нәрсені біліп жүру керек. Демек, мен формасын көрсете салайын, Мына жақта біз не істейміз сонда? Бірінші M тауып аламыз, ол дегеніміз M0 жаңағыда 2 минус T бөлінген T, потом осы арқылы N таба саламыз ғой. Түсінікті ма? N Авогадродан M-ге көбейтіп осы тапқан M-ді, сөйтіп соны мынаған бөлетін болсақ, жауап шығады екен. Түсінікті деп ойлаймын. Осымен сабақты аяқтаймыз.